Ассалаумағалейкум, қадірметті қазақ елі. Бізде қазір таза подкаст, яғни партнерынан сұрап отырмын да қазір Аман мырзадан, яғни осы Хуаге компаниясына не қызықтырып, не үшін осында келді? Сол жөнінде қысқаша айтсаң. Ал қайырлы кеш бәріңізге, құрметті TikTok достары. Бұл жерде қазір менің вышестоящий спонсорым Эдуард мырза. Яғни біздер қазір осы подкастты не үшін істеп жатырмыз? Қазіргі кезде бізде сетевой индустрияда көптеген компаниялар ашылып жатыр және көптеген компаниялар жабылып жатыр. Сондықтан енді как осы сетевой бизнесте біздер 23 жыл жұмыстанғанымен, бірақ біздер пассивный доходты көрген жоқпыз қандай да компаниядан. Қазіргі енді мысалы адамдар өте көп, мысалы компаниядан компания секіріп жатқан, новый компания келеді, оған секіріп барлық адамдарды, өзінің командасындағы адамдардың бәрін сол жаққа қарай тасып жатады. Бірақ бұл жерде 80-90% адамдар не таппайды, табыс таппайды. Яғни бұл не деген сөз? Біздер осы сетевой индустрияда жүріп, ешқандай даже жетістікке жеткенмен ешқандай пассивный доход көрмегесін жерде, бұл біздерде новшество болып тұр да. Яғни Хуаге компаниясы, бұл большой корпорацияның, яғни дочерний компаниясы болғасын. И алдағы уақытта, Алла қаласа, біздерде осындай Lemon Marketplace кірейін деп тұр. Бұйырса, енді осы 2026 күзіне қарай кіреді. Сонда біздер осында всего лишь сондағы біз 250 адамды командамен бірге осы компанияға, Хуаге компаниясына кіргізетін болсақ, акционер болып шыға келеміз. Яғни біздерге перепись населения қажет емес, яғни біршама адамдарды, даже қандай сумма болса да, маленький суммамен қаншама адамдарды кіргізіп жатыр, қандай да сетевой бизнесқа, но бірақ олар 80-90% ақша таппайды, табыс таппайды, тек потребитель болып отырады. Ал мына жерде біз каждый кіргізген командамыздағы адамдарымыз ертең көптеген дивидендтерді алады, көптеген мысалы реферальный ссылка арқылы жақсы табыстарын таба алады. Яғни лидер ретінде мен өзім командамды мында с радостью шақыра алатын боламын. Мысалға, сетевой компанияларда тек қана ол жерде команда құру керек та. Команда құру керек, яғни тек қана команда обороттан алады. А мына жерде команда құрмаса да, құрмаған адам просто тіркелген адамның оның пайдасы қандай? Яғни қараңыздар. Бірінші привилегиясы, яғни шарты былай, бағана екі түрлі пакет бар, біздер $196 және $504. Екеуінің біреуінің қайсысын алса да, оларда алдағы уақытта біздің большой корпорацияның 6000 наименование товарларына 50% жеңілдікпен алады. Бүткіл сатын. Яғни бұл жерде бағанағы от парфюмерии до косметики и плюс там неше түрлі витамин баттарды ала алады 50%. Яғни моющие средства, повседневный мысалы біздер қолданатынымыз шампунь, мысалы там кір сабынымыз да, сабын болсын, зубный паста болсын деген сияқты, соның бәрін 50% кеткімен алады. Және де 100 деген ертең заводтар қосылады, 100 деген заводтардан олар 15% жеңілдік алады. Яғни бұл жерде ине жіптен бастап автозапчастиге шейін 5 миллион наименование товар болатын болған жерде. И плюс бұл жерде, яғни Тему, Пиндодо, Валберс, Озон сияқты посредниктерден алмайды, және завод производительдерден алады. Вот осымен өте керемет. Бұны мысалы көбісі таңғалып сенбеуі де мүмкін. Андай деп мысалы айтып неше түрлі адамдар бар ғой, сенетін адам бар, сенбейтін адам бар деген сияқты. Но бірақ рас, яғни біздер қазіргі таңда көріп отырмыз, қаншама маркетплейстер жұмыс жасап жатыр. Маркетплейстер өте көптеген, мысалы бағанағы осы біздің қазіргі офлайн, яғни базар деп айтамыз ғой, енді мысалы бағанағы пассаждарда көріп отырмыз, сауда жоқ. Неге сауда жоқ деп сұрақ болатын болса, бәрі қазір онлайнға көшіп жатыр. Қазір зумерлердің заманы, яғни қазіргі балдар үйлерінде отырып алып онлайн бағана сауда жасап отыр. Яғни бағана любой маркетплейстерден заказ береді. Элементарный Каспиімізде. И осы Хуаге компаниясы бізге осындай керемет возможность беріп отыр. Партнерство және акционерство. Бұны біздерге ешқандай Озонда Валберсте берген жоқ. Яғни Тему мен Пиндодолар олар берген, бірақ олар Қытай резиденттеріне ғана берді. Ал мынау бірінші проект, яғни СНГ-ға кіріп отырған. Бұл партнерство да бар и акционерство да бар. Одан басқа біздерде бұл жерде реферальный ссылка арқылы, бағана айтып кеткендей, реферальный ссылка арқылы ақша табуға болады. ПВЗ ашып 4% мысалы тоже ол жерде ақша табуға болады. Яғни бұл жерде плюстар өте көп.